Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай керемет болып шығатын өте дәмді тамақ, ұн қуырдақ тамағын дайындаймыз. Ол үшін маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен бізге пиязымызды турап аламыз. Өздеріңізге керекті мөлшерде пиязды аласыздар. Мен бұл жерде 2-3 сүт пиязды қолдандым. Осы маған жетеді. Одан кейін барып етімізді де турап аламыз. Ет менде сиыр еті. Сіздер жылқы еті, қой етін қолдансаңыздар да болады. Тамақты дайындамас бұрын мен етке бұрыш, сіре, тұз сеуіп, бетін жауып қойған болатынмын. Сол кезде дәмі өте керемет болады. Одан кейін сәбізімізді де турап аламыз. Мен бұл жерде тағы да 2-3 түк сәбіз алдым. Сәбізді осылай турап болған соң картошкамызға кірісеміз. Картошкамызды үлкен-үлкен қылып тураймыз. Өйткені езіліп кетпес үшін осылай өздеріңізге ыңғайлы етіп турасаңыздар болады. Картошкалардың барлығын турап болған соң қызып тұрған қазанға пиязымызды салып қуырып аламыз. Жақсылап араластырып, одан кейін етімізді саламыз. Етті де жақсылап араластырып қуырып аламыз. Одан кейін етін 5 минутқа жауып қоямыз. 5 минуттан кейін ашып, сәбізімізді салып қуырып аламыз. Одан кейін картошкаларымызды да саламыз. Картошкаларымызды жақсылап жуып, тазалап болған соң осылай саламыз. Оның үстіне бұрыш, сіре, тұз және де 2-3 түк лавровый жапырағын салдым. Осыларды салып болған соң тағы да қозғап, жақсылап қуырып аламыз. Қуырып болған соң бетіне керегінше суды қосып, бетін жауып қоямыз. Кейінгі кезекте біз қамырымызды жайып аламыз. Қамырды мен 2 жұмыртқаға кішкене су қосып, тұз салып еледім. Сіздер де солай елесеңіздер болады. Менде 2 зуала қамыр шықты. Осылай 2-ге бөліп, қамырымды жақсылап жайып алдым. Қамыр бізде қаттылау болып үйленсе, езілмей жақсы шығады. Қамырымызды жұп-жұқа етіп, дөңгелек қылып жайып аламыз. Міне, менде осындай жұқа әрі өте керемет қамыр шықты. Дөңгелек болып. Осы қамырды біраз қойып қоямыз, өйткені бізде кебіп әдемі болу керек. Одан кейін осылай өздеріңіздің табаларыңызға ыңғайлап кесіп аласыздар. Қызып тұрған табаға бір-бір салып аласыздар. Өйткені жабыспау үшін. Бетінде осындай аппақ-аппақ түйіршіктер шығады. Сол кезде біздің қамырымыз дайын деген сөз. Осылай барлығын табаға қыздырып алдым. Оны ұзын-ұзын қылып кесіп дайындап аламыз. Барлығын осылай кесіп алдым. Енді кесіп болған соң бұларды тамақтың бетіне салатын боламыз. Қайнап тұрған тағамның бетіне жаңағы қамырлардың барлығын әдемілеп жайғастырамыз. Осылай барлығын салып болған соң бетіне керек мөлшерде май құямыз. Майды құйып болған соң бетін 15-20 минутқа жауып қоямыз. Менде суым кішкене аз сияқты болып көрінді, сол себепті азырақ су құйдым. Осымен біздің тамағымыз дайын. Осындай өте керемет дәмді тамақ шығады. Астарыңыз дәмді болсын.